Если вы готовы, запись начата. Да, пожалуйста. Хорошо. Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар алқасы. Сіздердің назарларыңызға мыстың негізді карбонатын алу, қасиеттерін зерттеу, әшекей бұйымдар жасау атты ғылыми жобамды ұсынамын. Жұмыстың өзектілігі: қымбат бағалы тас малахитті жасанды жолмен синтездеп, құрылым түзетін полимерлермен әшекей бұйым жасауда, қолданбалы өнер туындыларын жасауда қолдануға болады. Жасанды синтезделген малахит арзанға шығады, ал одан жасалған көркем заттар әсемділігінен табиғи малахиттен кем түспейді, және де әр әшекей бұйым өзінің стилімен, қайталанбас дизайнмен ерекшеленетін болады. Жұмыстың мақсаты: 5 грамм малахитті синтездеу және оның құрамына сапалық талдау жасау. Малахиттің эпоксидті желімен, поливаланцтатты желімен құрылым түзілуін зерттеу, әшекей бұйым жасау. Жұмыстың гипотезасы: малахит коагуляциялық құрылым түзетін зат. Оны полимерлермен араластырып, конденсациялық құрылым түзетін затқа айналдыруға болады. Зерттеу процедурасы: малахитті мыс купорысы мен натрий гидрокарбонатынан синтездеп алып, сапалық құрамы дәлелденген болатын. Ары қарай синтезделген малахиттен полимерлермен құрылым түзу мүмкіндігі қарастырылып, әшекей бұйымдар жасалды. Малахит — бұл мыстың қосындысы. Табиғи малахиттің құрамы қарапайым болады. Табиғи малахиттің құрамы купрум OH2 көбейтілген купрум CO3. Малахиттен жасаған бұйымдарды көргендердің бәрі бұл ең әдемі тастардың бірі екендігімен келіседі. Малахитті синтездеу үшін келесі заттар қолданылды. Малахитті синтездеу үшін қолданылған заттар экранда көрсетілген. Бұл реагент массалары келесі реакция бойынша есептелді. Жұмыс барысы: фарфор табақшасында 11 грамм мыс купоросы және 8-13 грамм натрий гидрокарбонаты араластырылды. 200 мл су стаканда қайнатылды. Қоспаны бөліктеп суға салып араластырамыз. Бұл жағдайда көбіктену реакциясы байқалады. Қоспаның келесі бөлігін суда көбіктену реакциясы тоқтағаннан кейін саламыз. Және де CO2 толықтай бөлінгенше қоспаны 10-15 минут араластырамыз. Реакциясы нәтижесінде мыс гидроксикарбонаты түзіледі. Тұнбаны тұндырды. Содан кейін оның құрамына SO4 ионын ыстық сумен шайып тастайды. 4 рет шайылады. Сульфат иондарынан айырылғанды тексеру үшін келесі реакция теңдеуі бойынша тәжірибе жасадық. 4 рет тұнбаны ыстық сумен шайғанда ақ тұнба түзілмегендіктен сульфат иондары толық ерітіндіге көшкеніне көз жеткіздік. Негізгі малахит сүзгіден сорылып, сүзгі қағазының жапырақтары арасында кептірілді. Содан кейін бөлме температурасында эксикаторда кептірілді. Малахиттің құрамында карбонат ионы бар екенін дәлелдеу үшін сапалық реакция жасалынды. Бөлінген көмір қышқыл газын әк-су арқылы өткіздік. Ақ түсті тұнба пайда болды. Жалынның түсі өзгеруі арқылы да мыс катиондарына сапалық талдау жасадық. Яғни, нихром сымымен малахиттің азғантай бөлігін алып, жалынға жақындаттық. Жалынның түсі жасыл түске айналды. Бұл мыс катиондарының бар екенін дәлелдейді. Қорытынды. Практикалық шығымды есептеу үшін кептірілген малахиттің массасын есептедік. 4,7 грамм шықты. Практикалық шығым 94% құрайды. Және де малахитті әртүрлі желімдермен араластырып, тәрелкеге ниш жазуын жаздық. Ең бірінші желім эпоксидті момент супер эпокси желімі болды. Екіншісі супер X-бат желімі, ал үшіншісі ПВА-М желімі. Ең бірінші әріп бізде
жылтыр жасыл түсті болып шықты. Бірақ аз уақытта кеуіп қалды. Жалпылама 3 минут ішінде кепті. Ал екінші әріп болса жылтыр сұр түсті болды. Үшінші әріп жасыл түсті болды. Күңгірт жасыл түсті болды. Осындай ниш жазуы шықты. Это все правильно? Да. Спасибо большое.